ата анаңызды тыңдамадыңыз, ол анық қой, дұрыс па? Иә. Адам анасының ішінде жатқан уақытта заказ бере ала ма? Менің бойым ұзын болсын деп. Жоқ. Сіз өзіңіздің түріңізге заказ бере аласыз ба? Жоқ, әрине. Сіз өзбек болып туылатыныңызды білдіңіз ба? Білген жоқпыз ғой, иә? Жоқ. Білген жоқпыз. Онда біздің ақымыз бар ма біздің ата анаға қарсы шығуға? Жоқ, әлбетте. Яғни, бірақ біз шығып жатырмыз оған қарсы. Сізге де ескерту берген шығар. Енді мен кешірім сұраймын, мүмкін бұл сұрағым сізге ұнамай қалатын шығар. Неге тыңдамадыңыз? Неге? Тыңдамайтындай. Менде андай ой болды. Олар әке-шешем өздері діни ілім алмаған ғой, сол үшін мен түсінбейді деп ойлайтын едім да. Сол үшін оқыма болды деген сияқты нелерді дұрыс түсінбегенмін да менше. Ата-анаңыз намаз оқитын шығар? Жоқ, оқымайды. Діндегі адамдар емес. Бірақ істейді исламда, бірақ намаз оқымайды. Сол үшін де сода болып тұр. Бізде кейбір жастар бар, ата-анасы намаз оқымаса ол білмейді деп. Бірақ ата-ана сізді біледі, ол дінді білмейтін жер. Бала шағасын таниды. Иә, дұрыс. Мен мысалы намаз оқымасам, ораза ұстамасам, мен баламды танымаймын деген сөз емес қой. Балам мені қалай алдап жатқанын біз сеземіз ол. Сеземіз. Сол үшін ата-ана да олар. Сол үшін ата-ана. Енді жаңа өзіңіз сөзіңізді айтып қалдыңыз ғой. Ар жақта болған кезде кім іздеп келді? Ата-анам. Қай подругаңыз келді? Ешкім. Ешкім келмеді. Келді ма подруга? Сосед келді ма? Сол группадағы адамдар іздеді ма? Жоқ, серьезно да, кім іздеді? Тек қана ата-ана. Ойландыңыз ба? Иә. Туысқандарыңыз келді ма? Қатты білінеді екен сондай кезде. Келді ма туысқан? Мен өзімді шынын айтсам, мен ата-анам, әкем, апайым болды. И бітті күйеуім. Күйеуім болған инсан, ажырашканмын, лекін шу инсан. Сол іздеп келді ма? Шу 4 тұрды. Башқа ешкім. Ешкім. Сізді кім іздеді, айтыңызшы. Бізде Папа, мама. Мама ауырып жатқан еді, осы үйде қалды, келе алмады. Түркістанда болған соң енді ұзақ жолға шыдамайды. Жездем, әпкеммен күйеуі, сосын папа келді. Енді жездеңізді әпшеңіздің арқасында келіп қалған шығар. Басқа кім келді? Жоқ, серьезно, кім іздеді сізді? Ешкім. Ойландыңыз ба сол кезде кімге керекпін деп? Иә, әрине. Хатайыңны жүдейім қатты. Шу уақытта хатайыңны түсінеркенсен де дос деймін дегенлер қашып кетеді екен. Сізге güzel сөйлеген, чырайлық сөйлегендер болды ма сол жерде? Ешқайсысы болған. Мәселе осы да, көрдіңіз ба? Соны білмейді де бізде адамдар.